Саламатсыздарбы окуучулар? Бүгүнкү биздин сабагыбызды баштамастан бурун мен сиздермен менин укугум жана менин жоопкерчилигим аттуу тренингден баштагым келиптир. Биринчиден мен өзүмдү баштасам, менин укугум окутуу адистерин эркин колдонуу жана менин жоопкерчилигим окуучуларга сапалуу билим берүү. Сонун катар айта кететін болсак, мына кораптагы бир заттан алуубуз керек. Жарайбы? Білім алу, терең емделу, ал жауапкершілігім терең білім алу, сабағын оқу. Өз қалаған уақытында демалу және жауапкершілігім табиғатты аялау. Білім алу және келесі Менің құқығым мұғалімдерді тыңдау, менің жауапкершілігім сабақты жақсы. Менің құқығым ата-анамды қорғау, менің жауапкершілігім сабақты оқу. Менің құқығым отбасында өмір сүру, ал жауапкершілігім табиғатты аялау. Менің құқығым білім алу, жауапкершілігім сабағын жақсы оқу. Тегін білім алу, менің жауапкершілігім тапсырмаларын уақытылы орындау. Қолыңыздағы суретке мән берейікші. Суретте не бейнеленген деп ойлайсыздар? Заңгерлер туралы біреулері интернет туралы айтуы мүмкін, иә? Сіз не көріп тұрсыздар? Қандай желілерді көріп тұрсыздар? Әлеуметтік желілерді көріп тұрсыздар. Енді осы суреттер бойынша біздер топқа бөліне қояйық. Бірінші топ қандай топ болады сонда бізде? Заңгерлер, ал екінші топ бізде? Кибер сақшылар тобы, иә? Енді осы екі топтың ішінен қайсы сөз бізге жаңадан енген деп ойлайсыздар? Кибер сақшылар. Кибер дегеніміз не? Кибербуллинг дегеніміз не? Жарайсыздар. Сол осы жаңадан енген сөзге орай бізде тақтаға назар аударсақ қандай бізде? Ал сонымен қатар біздің аптадағы сөзіміз бұл Шоқан Бабилановтың сөзі. Бұл аптадағы сөзін қалай түсінеміз? Жаңашылдыққа ұмтылған ел ғана дамиды. Сонда біз не істеуіміз керек? Қандай болуымыз керек? Білімді, сосын тәрбиелі, тәртіпті, сосын ақылды. Жарайсыздар. Енді оқушылар, қазір біз сабағымыздың тақырыбын білмейміз бе, солай ма? Сабағымыздың тақырыбын ашу үшін біздер квиз тапсырмасын береміз. Енді оқушылар сабағымыздың тақырыбын ашу үшін Apple Quiz платформасымен тапсырмаларды орындайды. Қане, кім бастайды? Назардан бастай қой.
bir-birinin konuğunu ko'rmaklaydi. Ya'ni her adam zanını buzbay, o'z muddatini atqarsa, qo'g'onda tartib bo'ladi. Misali, maktab erishasini saqlovchi yo'lda bog'lashanmalar. Yerimizning boshqa zani Qozog'iston Respublikasining Konstitutsiyasi bu zanlarda qabul etilgan negizga qo'shadi. Әлеуметтік жауапкершілік адамның өз іс-әрекетіне жауап беруі және қоғам алдындағы міндетін түсінуі. Айналамдағы адамдарды да ойлау маңызды. Мысалы, қоқысты жерге тастамау, достарына көмектесу және табиғатты қорғау. Бұл біздің ортақ міндетіміз. Құқықтық тәртіп бар жерде әділдік болады. Әр адам заңды сақтап, өз ісіне жауапты болса, қоғамымыз тыныш әрі қауіпсіз болады. Бейнероликте қарап болды. Осы бейнероликте не түсіндік? Иә. Құқықтық тәртіп дегеніміз не? Құқықтық тәртіп болмаса, біздің қоғамда не болады? Құқық бұзушылық көбейе ме? Иә, көбеюі мүмкін. Қоқыс көбейеді. Иә, құқық бұзушылықтар, қылмыстық іс-әрекеттер өте көп болуы мүмкін. Ал енді оқушылар әлеуметтік жауапкершілік дегеніміз не ол? Иә, міндетіміз. Әлеуметтік жауапкершілік тұсында біздің қандай міндетіміз жатады? Содан кейін табиғатты сақтау, аялау, одан кейін жол ережесін орындау, сосын жарайсыздар. Енді оқушылар, бізде тағы бір тапсырма бар. Бұл тапсырма қоғамдық ортада өзін ұстау ережелері. Жаңа бізде бейнематериалды қарадық қой. Осы бейнематериал бойынша әр топ өзінің қоғамдық ортада ұстау ережелерін жасайды. Кәнеки бастайық. Қоғамдық ортада өзін ұстау ережелері, қоқыс тастамау, табиғатты аялау, көмектесу, бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, білім салынған жерге ұқсас көмек, қоғамдық заттар азықтап істеу, қоғамдық ортада өзін ұстау ережелері, қоғамдық ортада айқайламау, қоғамдық мүлікті сындырмау, шуламау, қоғамдық жерде қоқыс тастамау, табиғатты аялау, шуламау. Адамдарға көмектесу. Оқушылар, бізде қоғамда өзін ұстау ережелерімен қатар, бізде қауіпсіздік ережелері бар. Солай ма? Бүгінгі біздің қауіпсіздік сабағымыз көшедегі қауіпті нысандардан, соның ішінде фонтаннан қалай аулақ болуға болады. Фонтан дегенді білеміз ғой, иә? Фонтанның қазақшасы су бұрқақ. Көшедегі қауіпті нысандардан, соның ішінде фонтаннан қалай аулақ болуға болады? Жақындарымыз керек, суын ішпеуіміз керек, өйткені ол микробтарға толы. Жүгіруге болмайды, су ішуге болмайды, басының қасына жолуға болмайды. Ал енді оқушылар, қауіпсіздік ережелерін тағы бір сіздермен таныстырып жіберейін. Су бұрқаққа жақын баруға болмайды. Және де оның суын ішуге болмайды. Су бұрқақта жүгіруге болмайды. Сонымен қатар ата-анамыздың, үлкен ересек адамдардың айтқанын міндетті түрде тыңдауымыз керек. Сақтықта қорлық жоқ, өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз. Оқушылар, бұрында қазақ халқы заңдарға бағынған соңынан және де тәртіп сақтаған, иә? Сонымен қатар бізде Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы және де Тәуке ханның жеті жарғысы заңдары болған, иә? Және де біздің қазақ халқымыз сонымен қатар заңға, тәртіпке, құқыққа, жауапкершілікке байланысты көптеген мақал-мәтелдер шығарған. Қазір сіздермен бірге ой толғау жарысын ойнаймыз. Бұл ойында сіздер мақал-мәтелдің жартысын табасыздар, иә? Ойынның шарты бойынша әр топ балалар орнымыздан тұрайық. Кәнеки, мына жерге келеміз. Әр топ өз жерінде тұрады. Енді бір-біріміздің қолымыздан ұстаймыз. Бір-біріміздің қолымыздан ұстайық. Иә. Бір-біріміздің қолымыздан ұстаймыз. Дұрыс. Жарайсыздар, келесіздер. Қолымыздан ұстаймыз. Ойынның шарты бойынша қолымыздан ұстап тұрып, мақалдың жартысын
Жарайсыздар оқушылар, тапсырманы өте керемет орындадыңыздар. Ендігі біздің тапсырмамыз сіздерге жағдаяттар беріледі. Яғни мультфильм стилінде жағдаяттар беріледі. Сол жағдаяттардың шешу жолын айтамыз. Бірінші топ киберсақшылар мұқият тыңдайды. Кешігіп, асығып киімінде ауыстырмады. Ұйқысы қанбаған соң сабақта көңілсіз отырды. Есепті де орындай алмады. Үйге келіп бірден телефонға отырды. Сабақ жайында қалды. Қанша тырысса да бәрі жеткіліксіз. Өйткені ермектің бір ғана мәселесі бар еді. Сәтсіздіктерден кейін ермек бәрін өзгергісі келді. Енді оқушылар, осы ермек не өзгергісі келеді деп ойлайсыздар? Өзінің әдеті сол. Ой, абайсыз да болып кетті ғой. Ешкім көрген жоқ. Айтпай-ақ қояйық, бізге ештеңе болмайды. Ол жағдаяттан не түсінесіздер? Мектептен мүлкі шындырып оны ешкімге айтпай кінәлі өз мойнына Алмайды. Енді осы баланың орнында болсаңыздар, не істер едіңіздер сіздер? Мен осы жерде сындырып Кімге айтасыздар бірінші? сынып жетекшілеріне иә? Не деп айтасыздар? мен бай осында осы жерде сындырып алдым. 25 балл жинадық киберсақшылар тобы. Келесі заңгерлер тобы. Қане шыға қояйық. Мен бұл тәрбие сағатында өз құқығымды және өз жауапкершілігімді білдім. Маған бұл сабақ ұнады. Құрметті оқушылар, назарларыңызды тақтаға аударсақ, көріп тұрғандарыңыздай, тәртіп пен сенім екені атты менің өзімнің жасаған сторибугым. Бұл кітапта бүгінгі өтіп жатқан құқықтық тәртіп пен әлеуметтік жауапкершілікке байланысты осы ертегіні сіздерге оқуға кеңес. Тәртіп пен әлеуметтік жауапкершілік қоғамның дамуы үшін өте маңызды. Егер де әр адам өзінің құқығын, міндетін, әлеуметтік жауапкершілігін түсініп дұрыс орындаса, онда қоғамда тәртіп пен бейбітшілік орнайды.